Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кешкі асқа оңай және жеңіл дайындалатын салат жасайтын боламыз. Ол үшін бізге салатный листья керек, жарты огурцы, жарты морковь, лимонның соғын және редиска керек. Сосын заправкасына сұйық май және тұз қажет. Олай болса салатымызды бастайық. Салатный листьяны аламыз да осылай тураймыз. Так, енді редискамыз тураймыз. Лимонның соғын қосамыз. Кішкене тұз. Достар, міне менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Өте оңай және жеңіл дайындалатын салаттың түрі ас болсын.